Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен блогтан қандай адамдар көп ақша таба алады? Осы туралы айтып бергім келіп тұр. Себебі мен осы YouTubeқа көп видео жазамын, арасында әрине өзім қалай ақша тауып жатырмын, жалпы мен не істеймін, өйткені көп жетістікке жету, баю, даму, ақша табу, ақшаны жинау туралы, ақшаны басқару туралы көптеген видеолар жазамын. Бірақ адамдарда сұрақ пайда болады да, вот Мақпал, сен қалай ақша табасың? Блог жүргізесің ба? Қалай жүргізесің? Маған да үйретші деген секілді көп сұрақ естимін. Олай болса, мен сіздерге қазір блогты жүргізу А-Б-С, міне шапканы толтыр, актуальный топ, ондай бір техническая часть емес, вообще блогтан в целом қандай адамдар қалай ойланатын, қалай әрекет ететін, қалай өмір сүретін, қалай әрекетін жасайтын адамдар ақша таба алады. Және де өте көп ақша таба алады. Жетістікке жете алады. Осы туралы айтып бергім келіп тұр. Жалпы мен мынадай адамын. Инструменттерге көшпестен бұрын мен бірінші кезекте мышлениемді қопаратын адамын. Себебі мен үшін мышление деген, ойлану деген мына нәрседе. Сен қандай әрекет жасайсың, ол сенің миыңдағы нәрсеге байланысты. Егер мына жеріңмен дұрыстап өзгертпейтін болсаң, мына жеріңдегі ойлану стиліңді, қолыңдағы әрекетің өзгермейді, қалтаңдағы ақшаң өзгермейді. Егер мына жеріңді өзгертпейтін болсаң, көбіміз көп ақша тапқымыз келеді, жаңа нәрсе істегіміз келеді, бірақ мына жеріміздегі нәрсеге қат қағамыз да, жоқ, менікі дұрыс. Мен дұрыстым, мен өзгерттім. Ештеңке өзгерткім келмейді миымда. Просто бір нәрсе істеп, атып кетіп, байып кеткім келеді. Ондай деген болмайды. Мышление өзгерту дегеніміз мынау секілді ғой. Өзгерту демекші, дайындау дейікші, белгілі бір жаңа бір стартқа, жетістікке дайындау мышлениені, ойлануымызды. Ол жерді қопару сияқты. Мысалы, мен арыста жер үйде тұрдым. Және де сол жерде біз помидор, қызанақ, бір қияр деген сияқты нәрселерді есік алға егетінбіз, сондай көкөністерді. Және де оны екпестен бұрын, қыстан кейін жер қатып қалады ғой. Жер көктемнің кезінде, сәл сондай болып жатқан кезде жерді қопаратын. Сол жерді қопарғаннан кейін ғана дәнекті еккеннен кейін ол әдем болып жарып шығатын. Кім қопармайды, ода дәнек шықпайды. Дәнек бір білім десеңіздер, ешқандай білім біз ойлануымызды өзгертпей, мына жерімізді сәл жібітпей қонбайды деген шешімге келдім. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сол себепті де бүгін блогтан көп ақша табу үшін шынымен осы блогтан реально табыс тауып, бір рахаттанып, бай өмір сүру үшін, әйтеуір жаңадай осыны бизнес ретінде, жұмыс ретінде қарау үшін, негізгі жұмыс табыс көзіне айналу үшін не істей аламыз, қалай ойлана аламыз? Осы туралы айтып бергім келіп тұр. Ең бірінші, блогтан көп ақша таба алады. Жалпы өмірде еш нәрсені қиындатпайтындар. Өмірден бір философиялық мәнін іздеп, сәл бір нәрсе қит етсе, деп психолог іздеп, қиындатып, әр нәрсенің астартын ойланып, сторис салмаса неге олай, демек мені кішкентай кезімде анам ұрысқан, мені соның әсерінен мен осындай өте әлжуаз бала болып шыққанмын, соның әсері енді тиіп жатыр деп, или вот мен салайын десем балам ауырып қалды, демек бұл бір деген сөз деп өйстіп қазбалап кететіндер емес та. То есть блогинг мен жүргеніме 5 жыл болды, ондай қатты философияны кешірмейді екен. Қатты бір ойланып, деп кететін, осында қиындата беретін адамдарды кешірмейді екен. Себебі, мысалы мен 75 мың теңгенің квартирасында тұрдым. Мен айтып отқан жоқпын, кедей болдым, ойбай, сол кедей болып байып кеттім, ондай емес. Просто мен тұрған үйім, мен кедеймін, өзімді ойбай, жағдайым жоқ деп ойлаған жоқпын. Нормально, 75 мың теңге төлеп жатырмын. И что, ол кезде 2019 жыл 75 мың деген нормально тұғын. 2021 жыл, то есть. И қазір адамдарға қарайсың, үй вроде нормально, дәл осындай үйді. Или бұндай демекші бір абойлар әйтеуір тұрып атқан үй нормально негізі. Бірақ соның өзін қиындатады, ойбай, үйім деген нашар, киімім жоқ, менің енем бір нәрсе, анау деген шыр нәрсе деп. Егер сен по жизни сондай адам болсаң, в принципе, бәр нәрсені усложнять еткенді ұнататын сондай адам болсаң, онда саған бұл жерде орын жоқ. Блогинг деген қиындататындарды кешірмейді. Блогингте сен ойын ретінде қабылдауың керек. Өйткені сатылым бірде бар, бірде жоқ. Мен айтамын да кейде осы мен істеп жатқан нәрсені менің үйімде ағам, інім бар. И олар ондай қиындыққа төзбейді. Олар болғанда менің орнымда суицид жасар еді деп қалжыңдап айтамын да, сіңіліме, өйткені екеуміз блог жүргіземіз, блогпен табыс табамыз. И бұл жерде өте сондай бір эмоциональный, сильный, стабильный болуың керек та, деп қайғырып кететін болсаң, сәл бір нәрсенің астынан кіріз деп бітті. Қалдың сол жерде, ақша жоқ сенде. Сол үшін бірінші правило, еш нәрсені қиындатпаймыз. Қиындатпай қойыңыздар, істей беріңіздер, тупо болды. Екінші, қолының ұшын тигізіп миллиард күтетіндерге бұл жерде тоже орын жоқ. Блог деген олай жұмыс жасамайды. Сен бірден келдің, бірден табыс деген нәрсе жоқ. Көбіміз ойлайтын шығармыз, мүмкін сіздер сондай бір курс сатып жатқандарды естіген шығарсыздар, вот блог жүргізіп табыс таба қал деп. Кейде мен де сондай реклама жасасам, адамдар солай тіке воспринимать етуі мүмкін, но жоқ.
жоқ, оңай жерде ақша жоқ деген менің миымда бір әдемі нәрсе бар. Мен білемін, үнемі сәл қиын болып кетсе мен оған шыдап беремін. Неге? Өйткені менің миымда мындай нәрсе бар да. Оңай жерде ақша жоқ, Мақпал. Ештеңе оңай емес, ешкім жұмыс оңай емес. Салонда істеп жатыр ма? Қиын. Президент па? Қиын. Бір жердің бастығы, директор ма? Арендаға беріп отырсың ба? Әшейін зданияның өзін шалқайып жатыр деп ойлайсың ба? Жоқ. Оңай жерде ақша жоқ, өйткені ақша табу үшін сен басын тістетуің керек. Сол себепті де бірден бүйтіп кіріп, бір-екі сторис, бір ютубқа бір-екі видео салып, сразу неге нәтижем жоқ деп күтіп отыратындарға арналмаған. Өте тұрақты болу керексің, өте табанды болу керексің. Настойчивый адамдардың қолынан келеді. Мысалы, ютубта алғашқы табыс деймін, енді мен білмеймін, ютубтағы табыс енді айына бір 100 мың, 150 мың түсер. Маған жетпейді ол ақша негізі, оны табыс деп көріп отқан жоқпын. Былай рахатым үшін жүргізіп жатырмын. Неге? Өйткені білем, что YouTube маған, қараңыздаршы, миымда не тұрған. 3 жылдан кейін, 4 жылдан кейін, возможно, маған көп табыс алып келетін шығар деген ойдамын, бірақ қазір емес екенін түсініп тұрмын. И мен үшін нормально. Мен настойчиваямын, яғни табандымын. Бір нәрсені бастадым ба, мен до конца жеткіземін. Және де осы нәрсе маған жетістікке жетуге көмектеседі. Кез келген нәрседе. Мысалы, жерді қазып жатып, болды шашатынды тастап кетсең, ол ары қарай қазылмағаннан кейін ештеңе пайда болмайды, душ та болмайды, жаңағыдай басқа да болмайды, ол жерде үйде сала алмайсың деген сияқты до конца істеуің керек. Сол секілді бұл жерде де бірден келіп, онда атып кеттім деген нәрсе жоқ. Түсініп, розовый очкеңді шешіп кел. Егер блог жүргіземсең, блог жүргізу өте колоссальная работа. Бұл жерде сен кәдімгідей үлкен жұмыстар атқарасың, үлкен еңбек, күнде контент жазу, күнде еңбек ету, күнде контентке идея іздеу, мейлі миллион курс оқып алсаң да сен ертесіне бүгін не контент салсам деп оянасың. Одан кейін өз состояниясын басқара алатындар. Жылап жатқан жерінен өзін қой Мақпал болып тұр, жұмыс істе деп тұрғыза алатындар. Неге? Себебі блогинг деген мынандай ғой, өзіңді қазбалап жұмыс істеу. Мысалы, бүгін не істедің деген сторис салу үшін сен өміріңе прикинь, шолу жасауың керек. А вдруг сен бүгін бақытсыз болдың. Егер соны біліп қалып, ай, деп состояние нашар деп кететін болсаң, ештеңе жоқ. Өзінің состояниясын управлять ете алатындар, өзін вовремя тұр деп тұрғызып, жүр деп сүйреп апарып, отыр деп түсірткізе алатындар, өзіне бір нәрсе істей алатындар, өзін басқара алатындар, өзінің состояниясын, көңіл-күйін, еріншектігін, мотивациясын бәрін басқара алатындар. Кім мотивация береді, кім деген психолог, менің состоянием түзесін, потом только бастаймын, демек менде бір нәрсе дұрыс. Вообще керек емес. Просто делать. Өзін мәжбүрлей алатындар да блогтан жақсы ақша табады. Мәжбүрлей алу дегеніміз не? Кез келген нәрсені біз бұл өмірде мотивациямен бастаймыз. Шабытпен, үлкен деп бастаймыз. Мысалы, әшейін золотой яблокадан бардың, крем алдың да. Не істейміз? Бірінші коробканы ашқан күндер бетімізге дейін күшті қылып жағып жүреміз да. И бір апта өтті дейікші, ладно, 3-4-5 күн өтті. Одан кейін что-то олай күнделікті жасамай қоямыз. Күнделікті массажымыз жасап, жаңа бірінші алған күндер істейміз ғой. Или мектепке баратын кезде бұрын қандай едік, қара туфли алдық па, күнде деген щеткалап, майлап, бір апта жүресің, бір аптадан кейін барлық аяқ киімдер үстіне үстіп қабаттасып кетеді. Неге? Өйткені бірінші этап кез келген нәрсені бастағанда ол мотивация, шабыт деген этап. Бірақ шабыт дегеннен кейінгі этап бар негізі. Ол өзіңді мәжбүрлеу деген этап. Көбіміз осы блог жүргізгенде өзімізді мәжбүрлеу деген этапқа барғымыз келмейді. Почему-то бәрін деп шабыттанып, мотивация емес дегіміз келеді. Маған дайректке миллион сообщение жазады. Мотивация бер жеріңізші, шабыт бер жеріңізші, Мақпал ханым деп та. Мен түсінемін, что шабыт деген ол секундный, әшейін бір секундтық наслаждение, мороженое сияқты ғой. Жедің болды, өтіп кетті. Түркше айтушы еді ғой, хаят дондырма gibi безер, эримеден тадını çıkarmak lazım деп. Сол сияқты өмір деген, блог деген тоже мороженое сияқты. Мысалы, шабыт деген мороженое сияқты. Шабытың кет қалмай тұрып, тез бір нәрсе бастап үлгерсең үлгердің, үлгермесең қалдың. Үлгердің делік, бастадың шабытпен, шабыт тоқтап қалды ма? Екінші этап өзіңді мәжбүрлеу. Мәжбүрлі түрде істе. Ересек адамбыз, бізге өйтіп, деп шабыт күтіп жатудың постоянно мотивация. Мотивация, если не работает, просто аласында өзіңді мәжбүрлейсің. Иногда мен өзімді контент жазуға мәжбүрлейтін кездер болады. Болады, редко, но болады. Контентті өмірінен ала алатындар. Егер сен контентті өміріңнен ала алмасаң, егер сен өміріңді қызықсыз деп есептейтін болсаң, онда сенің контентің жүзеге аспайды. Бір-екі рет көшірдің, үшінші, төртінші рет көшіре алмайсың уже. Көшіргенің атпайды, сонымен желаниең жоқ болып қалып кетесің. Өмір деген ол, мысалы, менің өмірім қызық емес, Мақпал, бір рутина дейді. Менің өмірім де сондай. Менің өмірім тура сондай. Менің 3 балам бар. Мен таңертең тұрам, күнде
күнде қайталанады менің өмірім. Таңертең тұрамын, мысалы тұрғаннан кейін завтрагымды іштім ба ішпедім ба, балалар тез киімдерін дайындаймын, әйтем бүйтем, кішкентай балам анауын бір нәрсе подгузники меняю, сумкаларына заттарын саламын, садикке бір перекустарын саламын, сөйтіп қызымды школаға, баламды садикке жіберем, үшінші балам жаңағыда үйдегі апай келіп оны алып қалып, барам контентімді жасаймын, өйстіп түске дейін жүремін, түсте келем баламды ойнатамын, отырып контент түсіремін. То есть күнде одно и то же. Менде де бір сценариймен, бір рутинамен өмір сүремін. Бірақ та қараңыздар, өмірге сұр көзбен қарасаң, ол сұп-сұр, қызық емес. Егер сен өзің қызық көзбен қарайтын болсаң, ол қызық. Бұрын айтушы едім, бір ортада болдым да, бір қыз болды. И ол қыз енді әдемі қыздардың қатарына жатпайды. Бірақ та бір жанында досым болды. Ол айтады, блин, сол әдемі я дейді. А біреу айтады, фу, ол уродина дейді. Неге екеуі екі түрлі адамды көріп тұр? Негізі бір адам ғой. Бірақ себебі іші әдемі адам әдемілікті көріп тұр, іші жаман адам жамандықты көріп тұр да. Сол секілді өзің скучно деп қайғырып жүрген адам болсаң, өміріңді сұр етіп көресің. Өзің деп бәрі жерде шабыт деп деп жүретін болсаң, өзің әдемі қылып көресің. Күнделікті қайталанатын рутина, но я себе говорю да, маған осындай қайталанатын рутина ұнайды, қайталанатын. Күнде бір өмір сүрген маған ұнайды. Маған осылай классно наоборот. То есть өзім қызық көзбен қарап тұрмын, и өмірімнен контентті спокойно аламын. Мен өмірімде ештеңе жоқ демеймін. Тура қазір не айтып жатырмын сіздерге? Болып жатқан бір кеше құлап қалдым деп бір нәрсе айтып жатырмын ба? Жоқ. Просто өмірден түйгендерімді айтып жатырмын. Өйткені менің көзім сол нәрсені көреді. Ситуацияға қарағанда оның мәнін больше көремін. Түсініңіздер ғой, өмірінен контентті шығара алатындар блогты өте күшті жүргізеді, өте көп ақша табады. Және де сәл пофигистер. Мен «Искусство пофигизма» деген кітаптың фанатымын. Не үшін? Студент кезінде оқығам. Өйткені біз енді Арыс деген қалада тұрғанбыз. Бізде мамаларымыз бәріңіздікі сияқты ешкімге ештеңе деме. Бәрі неге деп айтты. Сен жақсылық істесең жақсы адамсың деп өсірді. Өскеннен кейін көрдік, то что олай қатты удобный бола берген. Сен сәл бақытсыз ете екен да. Өзіңді құрбандыққа шалады екенсің, жертваның рөліне сәл кіреді екенсің. Сол себепті әр нәрсеге мән беріп, кім не дейді, мен осындай стори жасасам біреу не дер екен, или мынандай видео жасасам арқамдағы мусорға бір нәрсе деп қалар ма екен деген сияқты нәрселер ойланбай қойыңыздар. Сәл пофигист болу блог жүргізуде қатты көмектеседі. Өмірде енді балаларыңа келгенде, күйеуіңе келгенде үйтіп істе демеймін. Именно блог жүргізуде сәл пофигист болу керек. Қатты умный болып, әр нәрсенің бір себебін ойланып, түбіріне дейін жетіп, алды артын бәрін ойланып сөйтетін болсаң, өте қиын болып кетеді. Қиын болған кезде ол нәрсені істеу де қиын, ол нәрсе тұрақты болу да қиын, до конца қалу да қиын. Сол үшін көп адам блогты тастап кете береді. Өйткені пофигизм деген нәрсе мүлде жоқ та. Бәрі нәрсені өте ақылмен саралап деген сияқты арқасын бәрін ойланып сөйтіп істеген үшін. Одан кейін блогтан көп ақша табады. Результатқа емес, процесске ғашықтар. Мысалы, мен шынымен де осы блог жүргізіп видео түсіп отырмын. Я просто кайфую бар осы процесстен. Маған рахат. Мен бөліскеннен, есігімді жауып аламын да рахаттанып, ішімдегім бәрін айтып, өйткені мен өмірде сондай біреу маған Мақпал, мен өмірім қиын деді ме, ой, өйстеш, бүйтсеш деп барымды салатын адамын да. То есть мен процесске өте қатты ғашықпын. Мысалы, мен жаңағыда курс сатамын, білесіздер, Инстаграмда блогинг деген курсым скоро запуск. Мен реально осы запуск деген процесске ғашықпын. Мен бір курсты ойлап тауып, оны әдемілеп, сабақтарын түсіріп, қырғын вложение жасап, оның выпускнойын жасап, сабақтарын бәрін түсіріп, камераң алдында сөйлеп отырып, адамдарды нөлден нәтижеге жеткізу или жүргізіп жүргендер не получаться етіп жүргендерге көмектесу мені қатты зажигает. Мен прям біреуге көмектесетін болсам, ол маған рахмет Мақпал, анау дейсің, бітті, мен ол деген мені өте бақытты етеді. Қолыма миллион теңге бергенге қарағанда біреу маған Мақпал, сен арқаңда 10 мың теңге таптым десе, бітті. Осы маған классно. Түсінсіздер, ол процессті жақсы көріп үйрену керек. Жақсы көру үшін өзіңнің форматыңды, өзіңнің сату стиліңді, өзіңнің жүргізу стиліңді тауып алуың керек. Мысалы, дәл осы видеоны студияда түсіретін болсам, мне не в кайф. Мен ол нәрсені жасамаймын. Даже қинаса да жасай алмаймын. Жақсы көрмеймін мен. Үйде отырып, рахаттанып сөйлеген жақсы көремін. Түсінсіздер ғой? Процесстен ләззат алу результаттан ләззат алуға қарағанда маңыздырақ. Мен сол блогты жақсы көре отырып жүргізуге, одан нәтижені алуға, нәтижеден емес процесстен кайфовать етіп, соның арқасында көп нәтижеге жетуге үйретемін. Менің блогинг деген курсым бар, жақында старт. Оған қатысу үшін осы
жаңағыдай видеоның астында сілтеме тұрады, алдын ала жаңағыдай күту листі деген. Сол жерге жазылатын болсаңыздар, сіздерге менеджер кейінгі уақытта байланысатын болады. Солай алдын ала сіздерге жаңағыдай курс туралы ақпаратты жібереді. Жалпы блогинг деген не десеңіздер, дәл осылай мен секілді оңай форматтарды таңдап, қиямет бір барып бір жерге бір камерамен жылқының үстіне түсіріп алып, олай емес, қарапайым форматтарда қалай өміріңнен ақ контент алып, соның арқасында өзіңнің қолыңда бар продуктыны сатуға, мысалы сен егер пылесос сатсаң, курс сатсаң, услуга сатсаң, кез келген нәрсе сататын болсаң, сол нәрсені қалай блог арқылы дұрыс, инстаграм арқылы дұрыс сатуға болады, қалай дұрыс контентте көрсету керек, сториста қалай көрсету керек, блогыңда, контентіңде, карусельтіңде, рилсында қалай көрсету керек, қалай өтірік трендтарды түсіре бермей, оның бәрін умны, ақылды түрде пайдалануға болады. Осының барлығына курста үйрететін боламын. Курста прям жай сабақтарды қарап деп жатпайсыздар. Апта сайын созвон болады, менімен созвондар болады. Одан кейін прям бізбен бірге контент жасап отырасыздар. То есть күнделікті контенттің тақырыбы беріліп, тексеріліп отыратын болады. Яғни контенттің құр салып отырмайсың, тексереді кураторлар, содан кейін ғана саласың. Соның арқасында сіздер де блог жүргізіп, блогтан ақша табудың көзіне үйренетін боласыздар. Әрине, өз бетіңше де үйрене аласың, бірақ курс ол всегда как ускоритель жүреді. 10 этажға лестницамен шықсаң да болады, лифтпен шықсаң да болады. Менің курсым лифт деп ойланыңыздар. И вот сол лифтке, сол курсқа сіздерді шақырамын. Осы блогымда білем, блог жүргізгісі келетіндер өте көп комментарийда оқимын. Мен де ақша тапсам ғой, мен де бүйтсем ғой. Енді қазір мына жерде толықтай айту мүмкін емес. Инстаграмдағы осы блогингтегі актуальныйға кіретін болсаңыздар, сол жерде толық информация бар. Және де осы видеоның астындағы сілтемеге форманы толтырып кетіңіздер, сіздермен болашақта менеджерлар байланысатын болады. Ал видеодан алған инсайттарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға делиться етіңіздер. Мен үшін маңызды, әрқайсысын оқимын, лайкаю, өзім прям менеджерім, ассистентім емес. Маған себебі блогты, жалпы осы инстаграмды, ютубты енді бастаған адам ретінде барлық кер байланыс маңызды, құнды, қызықты. Сол себепті де осы YouTube каналыма жазылып кетіңіздер. Тек блогинг туралы емес, даму туралы, адами қасиеттер, қабілеттер, күшті техникалармен бөлісем. Жазылып колокольчикқа басып қойыңыздар. Және де Instagram парақшама жазылсаңыздар болады. Онда күнделікті өзімнің өмірімді, ойымды, қарым-қатынастарымды, қоршаған ортамды бәрін бөлісіп отыратын боламын. Всем пока-пока.